90-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басында Ақтөбе өңірін үрейде ұстаған маньяктар туралы біреу білсе, біреу білмейді. Олар өз құрбандарын тұзаққа түсіріп, қасқырлар құсап аяусыз өлтірген. Қазақстан тарихындағы ең ауыр қылмыстар мен жауыз маньяктар туралы шығарылымды жалғастырамыз. Бүгін ақтөбелік қанішерлердің жан түршігерлік қылмыстары мен полиция қызметкерлерінің резонанстық істерді қалай ашқаны туралы айтамын. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. 2009 жылы Ақтөбенің Шалқар ауданында әйелдер далаға шығуға қорқатын болған. Себебі тым қысқа уақыт ішінде бірден 3 жас келіншек жоғалады. Артынша олардың өлгені анықталып, облыс полициясы 3 жыл бойы қатыгез қылмыскерді іздестіреді. Ізкесушілер Ақтөбе облысын, оған жақын облыстарды асты-үстіне көтеріп іздейді. Ал шын мәнінде қылмыскерлер олардың дәл көз алдында жүрген. Ақтөбе облысының Шалқар қаласында 2009 жылы аса қатыгездікпен 3 әйелді өлтірген ағайынды Мамытовтардың ісі бүкіл халықты дүр сілкіндірді. Қылмыстық іс материалынан белгілісі банда 4 адамнан құралған. Олардың 3-еуі ағайындылар. Ольга есімді әйел банданың бірінші құрбаны. Құрбысының айтуынша, Ольга жоғалмай тұрып бір күн бұрын кешке қоңырау шалған. Достарымен бірге отырысқа баруға шақырған. Құрбысы бас тартқан соң, ол әлдене туралы қалжыңдап телефонды қоя салған екен. Содан кейін Ольга із-түзсіз жоғалады, ал телефоны бірнеше күн бойы өшірілу болған. Ольганың жоғалғанына 2 күн өткеннен кейін полицияға тағы бір әйелдің жоғалғаны туралы хабар келеді. Жанат есімді әйелдің балалары арызбен келіпті. Олар аналарының жалғыз тұратынын, өздері бөлек өмір сүретінін айтады. Аналары Жанат байланысқа біраз уақыт шықпағанын жеткізеді. Туыстарының ешқайсысына да бармаған екен. Осыдан соң полиция іздестіру жұмыстарын бастап кетеді. Тағы бір жергілікті тұрғынның жоғалып кеткені туралы хабарлама полиция қызметкерлерінің жағасын ұстатады. Осы жолы хабар-ошарсыз кеткен Динара полиция қызметкерінің әйелі болып шығады. Жоғалған күні ол Ақтөбеден Шалқарға оралған, ал пойызбен кетпес бұрын күйеуіне қоңырау шалып, бәрі жақсы екенін айтқан. Алайда әйел үйіне келіп, сөмкесін қойып, содан соң жоқ болып кеткен. Шағын қалада аз уақытта бірден 3 әйелдің жоғалуы тұрғындарды алаңдатты. Бірақ маньяк торуылдап жүр деген қауесет бірден тарағанына қарамастан, полиция барлық 3 өлімді бір-бірімен байланыстыруға асыққан жоқ. Себебі із-түзсіз жоғалғандар арасында ортақ ештеңе болған жоқ. 3-ші құрбан Динараны әлдебір көлік салып алып кетіп бара жатқанын балалар көріп қалған екен. Алайда бұл деталь тергеудің бір қадам болса да алға жылжуына көмектеспейді. Жұмбақ Жигулиді Ақтөбе облысы бойынша іздестіреді, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпайды. Тек 6 айдан кейін полиция қылмыскерлердің ізіне түскендей болады. Шалқар маңында шағын су қоймасының жағасында қалың тоғай арасынан әйелдің қаңқасын демалушылар тауып алып полицияға хабарлаған. Бұл жақында ғана жоғалған әйелдердің бірінің сүйегі болып шығады. Оны генетикалық сараптама дәлелдейді. Зерттеу нәтижесі сүйектердің бірінші құрбан Ольгаға тиесілі екенін 100%-ға жуық дәлдікпен анықтайды. Бірақ сот сарапшылары өлімнің себебін анықтай алмайды. Өйткені мәйіт уақыт өте келе түр сипатын жоғалтқан. Ақпан айында Сағдат Қоразбеков есімді тұрғын ұрлық үшін полиция қолына түседі. Осы кезде ол күтпеген жерден бірнеше жыл бұрын қалада жоғалып кеткен 3 әйел туралы айтып қалады. Сағдат Қоразбеков қылмыскерлердің бірі еді. Ол қылмысын 3 ағайындыдан қорыққан себепті мойындаған. Олар Қоразбековті бұған дейін де бірнеше рет өлтіруге тырысқан екен. Оның қылмысты мойындауы Мамытовтарды құрықтауға себеп болады. Тергеуде қылмысты жоққа шығарудың мағынасыз екенін түсінген 3-еуі де кінәсін мойындаған, ал оқиғаның қалай болғанын ұсталғандардың әрқайсысы әртүрлі сипаттайды. Бірінші құрбан Ольга қылмыскерлермен таныс болып шыққан. Қоразбеков оны ағайындылармен ішімдік ішуге шақырған. Күдіктілердің барлығы су қоймасына қалай келгендерін әрең есіне түсірді. Онда олардың барлығы әйелмен сексуалды байланысқа түскен. Ал тергеушілерге барлығы келісім бойынша болды деп сендіруге тырысады. Қылмыскерлер Ольга зорлағаны туралы полицияға хабарлайды деп қорқып, оны суға батырып өлтірген. Ал ағайындылардың бірі судың арғы бетіне жүзіп өтіп, мәйітті қамыстың арасына тығып қойған. Екінші құрбан
Жанат Сейітованы Мамытовтар мен Қоразбеков көшеде кездестірген. Әйел олармен бірге ішімдік ішуге келіскен, өйткені бұлармен таныс болған және олардан ешқандай қауіп сезбеген. Ескі таныстар көлікте ішімдік ішіп қала сыртына қарай бет алады. Жанатты өздерімен бірге көшеден алып кеткен екен. Қылмыстың егжей-тегжейлері ағайындылардың әрқайсысының баяндауында әртүрлі сипатталады. Полиция әйелге зорлық-зомбылық көрсетілді ме, жоқ па, оны анықтай алмады. Жасұлан Мамытовтың әңгімесіне қарағанда, олар қала сыртындағы алаңқайға келгенде көліктен түскен Сейітова мас болғандықтан аяғына тұра алмай құлап кеткен. Қоразбеков әйелге жамбас тұсынан бірнеше рет соққы жасап, артынша Жасұлан Мамытов мойнына пышақ сұғып оны өлтіреді. Кісі өлтіргеннен кейін қылмыскерлер жәбірленушінің денесін жартылай көміп кетеді. Келесі күні қайта оралған олар ізін жасырмақ болып мәйітті бөлшектеп, қапқа салып, одан әрі далаға барып, орғызып, өртеп артынша көміп тастаған. Үшінші құрбан Динараны маньяктар өздеріне танытқан дөрекілік үшін өлтірген. Бірге ішу туралы ұсынысынан бас тартқан әйелді Қоразбеков шашынан тартып, басын қабырғаға соққан. Банда өздерінің сүйікті жері қала сыртындағы алаңқайға барып, құрбандарын аяусыз қорлап өлтіреді. Шалқарда бұл үштікті барлығы танитын, бірақ жақтыра бермейтін. Әкелері шалқарда біреудің малын баққан, жастайынан ағайындылар өз бетінше өмір сүрген. Олар орта білім алмаған. Шалқарға көшіп, жігіттер нәпақа таба алмай, құрылыста жүрген, ішімдік ішкенді ұнатқан. Адамдармен жиі сөзге келіп қалатын болған. Кезекті аяусыз қылмыстан соң Қоразбеков және Мамытовтар біраз уақыт бойы бой тасалауға бекінеді. Полиция тарапынан айғақ табылмай босап шыққаннан бері 3 жыл ішінде қылмыскердің екеуі тіпті отбасын құрып та үлгерген. Хабар ошарсыз кеткен шалқар тұрғындарының өлімі, қанды қол қылмысты жасағандардың ұсталғаны туралы хабар бүкіл қалаға санаулы сағаттарда тарап, қаза тапқан әйелдердің туыстары мен жақындары полиция бөліміне жиналады. Олар күдіктілерді өздеріне тапсыруды талап етіп, жазасын өзіміз береміз деп даурықты. Бұл атышулы іс бойынша үкім 2012 жылдың тамыз айының ортасында шығады. Қатыгез банданың жетекшілері Жасұлан Мамытов пен Сағдат Қоразбековке өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ал 2019 жылы айыпталушылардың бірі Ерлан Мамытов жазасын өтеп жатқан түрмесіндегі жағдайына шағымданып видео түсірген екен. Осыдан 20 жылдан аса уақыт бұрын Ақтөбе облысында полиция Қазақстан, Ресей және Украина аумағында бірнеше кісі өлімі мен зорлыққа кінәлі маньяктың ізіне түседі. Тергеу мәліметтері бойынша 1996 жылдың қаңтар-ақпан айларында ер адам 6 ересекті, 17 жастағы жігітті және 6 жасар қызды зорлап өлтірген. Жалпы алғанда маньяк кем дегенде 12 адамды қорлап өмірін қиған. Алғашқы қылмыс 1996 жылы Мәртөк ауданы Қаратусай ауылында 17 жастағы ауыл шаруашылық техникумы студентінің өлімімен басталады. Бозбала денесінде түрлі жарақаттар мен қорадан табылған. Қора жанындағы үйден оның әпкесі 30 жастағы ауыл мұғалімінің денесі табылды. Ал әйелдің 6 жасар қызы із-түзсіз жоғалып кеткен. Сол жылы балаға іздеу жарияланды. Бір аптадан кейін Ресейдегі Тамбов облысында 5 адамның денесі табылады. Ақтөбеде жоғалған бүлдіршіннің де денесі сонда табылған екен. Маньяктың барлық құрбаны зорланып, суық қарумен өлтірілген. Тамбов облысында табылған қылмыскердің саусақ іздері мен қан тобы Ақтөбедегі жағдайдағы сараптамамен сәйкес келеді. 5 айдан кейін полиция күдіктінің кім екенін анықтағанын хабарлайды. Әйелді де, еркекті де, үлкенді де, кішіні де зорлап өлтірген. Жауыз қанды қол ретінде полиция Георгий Куценконы анықтаған. Ол Украинаның Донецк облысындағы ауылда дүниеге келген. Бойы 170-180 см, орта денелі, шашы қара қоңыр, қысқа, ашық жарқын, сөйлескен кезде Украина акцентін байқауға болады. Алайда оның қылмысқа нақты қатысы бар екенін дәлелдей алмайды. Жантүршігерлік қылмыстар ашылмаған қалпы қалар еді. Алайда қаншама жылдардан соң Украинада түрмеде отырған қылмыскердің бірі аяқ асты мәлімдеме жасайды. Юрий Яруш есімді ер адам ұрлық үшін жазасын өтеп жатқан. Сонау 96 жылы Қаратау ауылында танысының үйінде жүріп, қызғаныштан үй иесін жеткіншекті өлтіріп, өзімен бірге 6 жастағы қыз алып кеткенін мәлімдейді. Ал Ресейдегі қылмыстардың детальдарын Яруш айтпай кетеді. Полиция ұзақ уақыт Яруштың қылмыс жасауға қатысы барын дәлелдей алмайды. Өйткені ол күтпеген жерден биологиялық талдауын беруден бас тартқан. Іздерді молекулалық деңгейде зерттеу мүмкіндігі оның қылмысқа қатысы барын анықтайды. Сараптама Мәртөк ауданындағы қылмыстағы қан іздері Ярушқа тиесілі екенін көрсетеді.
Осылайша осыдан 20 жылдан астам уақыт бұрынғы Мартөк ауылындағы қанды оқиғаға Ярушты кінәлі деп таниды, ал іс Украинаның органдарына жіберіледі. Осылайша ол өмір бойына бас бостандығынан айырылған. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналымызға жазылыңыздар. Алда талай қызықты видеомен бөлісетін боламын.